Асанәлі Әшімовтың күнделігінен 6-14 қараша 1991 жыл. Бұл күндері Алатау санаторийінде Майра екеуміз демалып жатырмыз. Майра тамағыма ас тұрып қала береді деп шашалып жүр. Соған қатты қайғырамын. Құдайым сақтасын. Алла тағаладан тілейтінім соның саулығы. Майрасыз маған өмір тұл. Операторларым нашар болды. Қозы көрпеш онша болмай, жұрт алдында масқара болмасам екен. Қайғым сол. Жоғарыдағылар үлкен өнерге бара алмайтындарды сүйемелдеп жүр. Көңіл күй осылай жабырқаулы. Барып шағым айттым. Ақылдасатын адамым жоқ. Қара халық өте құрмет тұтады. Сенерім солар. Бір кезде Шәкеңді де шеттеткен сол жоғарыдағылар еді. Қонаев дана адам еді. 16-19 қараша 1991 жыл. Майра тамағымнан ас өтпейді деп қорқытып жүр. 21 қараша 1991 жыл. Жезқазғандамын. Майраға қатты қайғырып жүрмін. Үйге апама телефон соқтым. Қуанып, есі қалмай, жаман аурудан аман, гастрит екен деп жеткізді. Қуанышта шек жоқ. 11 ақпан 1992 жыл. Ертемен апам мен Майраға ауруханаға кіріп шықтым. Шәмші Қалдаяқов қатаң жатыр. 14 ақпан 1992 жыл. Майраның аяқ қолы, беті ісіңкіреп жүр. Аман болуын бір Құдайдан тілеймін. 19 ақпан 1992 жыл. Ауруханаға Майра мен апама бардым. Екі пірім ғой, аналар ғой, екеуінсіз күнім қараң. 17 наурыз 1992 жыл. Майра, мен тірі болсам, сені біраз жасқа жеткіземін дейді. Жанымдай жақсы көремін. 11 қазан 1992 жыл. Үйдемін. Майраның жоқтығы сезіледі. Апам байғұс Майраны өлердей жақсы көреді ғой. Күйбеңдеп, мазасызданып жүр. 13 қазан 1992 жыл. Шотаның мас болғанын бірінші рет көрдім. Майрамен сөйлестім. Ауруын емдеуге болады, жаңа бастаған депті. 17 қараша 1992 жыл. Бұл күндері менің қайғым Майра. Мүлдем жатып қалды. Бұл тұрмаса менің де құрғаным, ет жүрегім қанжылайды. 9 қаңтар 1993 жыл. Театр. Майра бұл күндері тәуірлеу. Бірақ денесі қарайып келеді, содан қорқамын. Жаныма қатты батып жүр. 16 қаңтар 1993 жыл. Майра, жүрегім мақта сияқты, жағдайым төмен деп қорқытып тұрды. Сонда да ойлайтыны менің жайым. Ең қуанарлығы өзі ауруға берілмейді. Оптимист. 14 наурыз 1993 жыл. Мюнхен. Майра ауруханада. Ес-түссіз. Бүгін отау құрғанымызға 35 жыл. Қасымда ұлым Мәди. 20 наурыз 1993 жыл. Арнайы ұшақпен Майраны Германиядан алып қайттым. Тірі өлік. 21 наурыз 1993 жыл. Ел мейрамда, мен жылаудамын. Майра сол қалпы. Үмітім біртіндеп жоғалып барады. Бәрінен де елдің аяушылықпен қарағаны жаныма батады. Айылымызды жимаяқ өмір сүрген едік. Енді ес жиып, балалар есейіп өзіміз үшін өмір сүру кезеңі басталып еді. Қымбаттым, сүйіктім менің, Майра. Қайғыда түбі жоқ, не болам? Ар жағы мидай дала. 29 наурыз 1993 жыл. Таңғы сағат 5:30-да Майра дүниеден қайтты. 31 наурыз 1993 жыл. Бүгін Майраны үйге әкеліп түнетті. Мен сорлатқанда қасында жоқпын, ауруханадамын. 1 сәуір 1993 жыл. Майраның
жерге жамбасы тиген күн. Сағат 11-де Майраны аурухананың қорасына әкелді. Зембілмен алып барайық деген екен, бас дәрігер рұқсат етпепті. Мен Майрамен қорада қоштастым. Жан жарым, асылым. Үй болған соң аяқ табақ сылдырламай тұрмайды. Ренжіткен жерім болса, кеш. Мен де кештім. Майраның маған берілгендігінің куәсі, өлсе де маған басын иіп қоштасып кетті. Бұдан артық трагедия болмас. Топырағын Ескендір алып келді. Сөйтіп топырақ салдым. 6 мамыр 1993 жыл. Күн өткен сайын қайғы меңдеп барады. Не істеу керек? Апам екеуміз бір-бірімізге білдірмей жылаймыз.